Сәлем баршаңызға. AI сана подкастының тағы бір эпизодына қош келдіңіздер. Бүгін менің сүйікті спикерлерінің бірімен кездескеніме қуаныштымын. Жеке жағынан бейтарап емеспін, өйткені G екеумізді 10 жылдан астам уақыт бойы танимыз. Мен G-мен сіз 18-де таныстым. Қартайып барамын. Сонымен мен G-мен ол мектепті бітіріп жатқан кезде таныстым. Ал қазір ол VC экожүйесінде керемет жетістіктерге жетті. Біз сізді осында көргенімізге өте қуаныштымыз. Үлкен рахмет. Біздің студенттер сізді тыңдауға асық. Алдымен өзіңізді таныстыруыңызды сұраймын. Жақсы естіледі. Осы подкастта қосқандарыңыз үшін рахмет. Өте қуаныштымын. Мен таңғы адам емеспін. Бұл қазір таңғы 8, бірақ барымды салып тырысамын. Мені подкасттағы ең үздік адамдардың бірі деп бағалағаныңыз үшін рахмет, және осы жерде болғаныма ризамын. Таңертең ерте жазуға келіскенімізге рахмет. Жақсы. Бұл жаңа мансаптық жолымды бастағандықтан ішкі жаңа тәртіпті қалыптастыруға көмектесті. Баршаңызбен танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Джей. Соңғы 10 жылдықта мен мансабымды стартаптар мен инвестициялар саласында құрумен айналыстым. Мен отбасылық кеңседе инвестициялармен айналысып, бизнесті Азияға кеңейтуге көмектестім. Мен Нью-Йорк қаласында колледжден кейін үлкен коворкинг кеңістігін басқардым. Сол кезде көптеген іс-шаралар экожүйесін құрдым. Мен негізін қалаушылармен түн көп уақыт өткіздім, демалыс күндерінде қоса алғанда. Мен менторлықпен айналысамын. Негізін қалаушылармен сөйлескенді жақсы көремін. Және олармен достық қарым-қатынасты сақтаймын. Алайда менің физика саласынан шыққанымды айта кету керек. Мен бакалавриатта теориялық физика бағытында оқыдым, және зерттеуші болуды жоспарладым. Бірақ оқуымды аяқтаған соң, ғылым мен технологияның жаңалықтарын нақты бизнеске айналдыруға деген шынайы құмарлығымды тауып, бағытымды өзгерттім. Сонымен мен осындамын. Болашақта магистратураға оралуым мүмкін. Қазір бақыттымын және ізденудемін. Тек бір пікір және сіз айтқан нәрсеге ойым. Нобель сыйлығын алу кеш емес. Оған жетудің жолдары бар, ал алдыңызда ұзақ жол жатыр. Les Widget, сіздің акселератор саласына шыққаныңыз, коворкинг кеңістігін басқарғаныңыз, отбасылық кеңседе жұмыс істегеніңіз, ангелдік инвестициямен айналысқаныңыз таңғаларлық. Сіз венчурлық инвестицияларды, менторлықты да атап өтпедіңіз. Сіз венчурлық экожүйенің кең ауқымын қамтып, компаниялардың ақш-тан Азияға халықаралық деңгейде кеңеюіне көмектестіңіз. Бұл венчурлық экожүйенің кең перспективасы мен ауқымы біз басқа сұхбат берушілерден әлі көрмегенбіз. Сондықтан мен өте қуаныштымын, осының бәріне тереңірек үңіліп, студенттеріміз өздерінің кәсіпкерлік жолында осы элементтердің әрқайсысын қашан қолдану керектігін үйрену үшін. Осының бірге қарастырайық. Сіз осы нәрселердің көпшілігін атап өттіңіз, бізге осы жолдан өтуге көмектесіңіз. Егер кәсіпкер компания құруды ойласа, олар қандай ресурстарды пайдалана алады? Оларға қалай қол жеткізуге болады? Бұл сол ресурстарды пайдалану үшін дұрыс уақыт па? Бұл жақсы сұрақ, және мен бұл сұраққа жауап беру үшін өз мансаптық жолыма қайта оралғым келеді. Мен негізін қалаушы болмасам да, венчурлық экожүйеде жол табудың бір тәсілі ретінде өз тәжірибемді бөліскім келеді. Алғашқы күндерде қауымдастық құрудан, коворкинг кеңістігін басқарудан бастадым. Сол жерде мен көптеген негізін қалаушылар мен инвесторларды кездестірдім. Содан кейін бағдарламалар құруға ауысып, жақсы мүмкіндіктерге қол жеткізгенде, табиғи түрде инвестиция салуға көшесіз. Мен мұны бөлісіп отырған себебім, бұл негізінен жаңа бастаған немесе бірінші рет негізін қалаушы болған адамдарға. Сондай-ақ колледжден кейін кәсіпкерлік туралы ойлайтын түлектерге қатысты. Ал тәжірибелі бірнеше рет кәсіп ашып, инвесторларға қайтарым жасаған кәсіпкерлер мүлдем басқа тәсіл қолданады. Олар венчурлық әлемде өз жолдарын құрастырады. Сондықтан бірінші рет негізін қалаушыларға, жаңадан бастаушыларға немесе түлектерге бұл сіздің жаңа идеяларға ашық екеніңізді білдіреді. Сізде үлкен көзқарас пен құштарлық бар, және сіз жассыз. Сондықтан жаңа нәрселерді құруға мүмкіндік пен энергия бар. Бұл виртуалды әлем. Егер бастапқы силикон алқабы моделінен бастап есептесек, 50 жылдан астам уақыт бойы бар. Бұл соңғы 10 жылдықта пайда болған нәрсе емес. Бұл тек негізгі медиаға танымал болып, барлығы бұл туралы сөйлесе бастады.
Технологиялық стартаптар бұрыннан бар. Бұл оның экожүйесі жетіліп келе жатқанын білдіреді. Инвестициялау, құру немесе қауымдастықты қолдау рөлдері үшін әртүрлі ойыншылар бар. Олар сізге осы жолда көмектеседі. Көпшілігіңіз магистратура немесе MBA бағдарламасында оқу жатқандарыңызды ескере отырып, менің ұсынарым мектеп бағдарламаларын пайдалану. Қай мектептен шықсаңыз да, онда табиғи ғылымдар қоры арқылы жұмыс істейтін бизнес бөлімшелері бар. Олар ADCOP бағдарламаларынан шығады, NSF қаржыландырады, және мұндай бағдарламалар мысалы Venture Studio немесе консалтинг әңгіме бастау үшін жақсы. Олар стартап 1-1 негіздерін, заңдық мәселелерді түсінуге көмектеседі. Кейде заңгер немесе зияткерлік меншік бойынша кеңесші табуға көмектеседі. Өйткені компания құру бұл зертханадағы жұмысты құмарлықпен орындап, оны таңғажайып нәрсеге айналдыру ғана емес. Менің айтарым, бөлімшелер көп. Мен өзім бизнес тәжірибесінен шыққан жоқпын. Мен ешқашан маркетинг немесе бухгалтерлік есеп сабағын алған емес. Қауымдастықты коворкинг бағдарламасын басқару кезінде мен көп нәрсені үйрендім. Шын айтсам, YouTube видеоларын көру арқылы. Coursera курстарынан немесе кітапханадан алған оқулықтарды оқыдым. Сіз сіңіре алатын білім көлемі өте үлкен. Сіз міндетті түрде бухгалтерлік есеп немесе заң саласына сарапшы болудың қажеті жоқ. Осы бағдарламаларды пайдалану сізге негізгі білімді алуға мүмкіндік береді және әрі қарай не істеу керектігін түсінуге көмектеседі. Және сіз алға жылжыған сайын, егер сіз бұл іске толықтай байсалды түрде кіріссеңіз, мысалы PhD немесе профессорлық жұмысыңызды, немесе толық уақытты жұмысыңызды тастасаңыз, мен адамдарды осындай қадамдарға баруға ынталандыруға әрдайым дайынмын. Бірақ абай болыңыз. Менімен сөйлескенде сіз келесі қадамдарды кіммен жұмыс істей алатыныңызды ойланасыз. Сіз ата-анаңызға, әпке қарындастарыңызға, жезделеріңізге барып, мен бір нәрсені зерттеп көргім келеді. MEP іске қосу үшін маған $100,000 қажет деп айтасыз. Сіз олардан 10,000, 50,000, немесе тіпті $5,000 инвестициялауды сұрай аласыз. Бұл отбасылық раунд сияқты нәрсе. Бұл раунд AI-дың қарқынды дамуына байланысты жоғалып бара жатыр. Бірақ бұл бір қадам болуы мүмкін. Ата-анаңызды сендіре алмасаңыз, басқа ешкімді сендіре алмайсыз деген мақал бар. Олар ең оңай. Біз подкастта ата-анаңызды сендіру туралы бөлікке жетеміз. Қаржыландыру жолына түспес бұрын, біз бұл тақырыпқа көп уақыт бөлеміз. Мен сіздің басында айтқаныңызға қайта оралғым келеді. Тәжірибелі, жақсы байланысқан сериялық кәсіпкермен бірінші рет негізін қалаушы үшін әртүрлі тәсілдер бар. Бұл подкастқа келген студенттердің көпшілігі біздің студенттеріміздің қатарынан. Олар не жоғары курс студенттері, не магистранттар. Олар сіз сипаттағандай, сіздің физикадан, венчурлық капитал мен кәсіпкерлікке өткен жолыңыз сияқты. Олар техникалық мамандар, Coursera курсын оқыған, қазір жасанды интеллект курсын оқып жатыр, енді кәсіпкерлік туралы білім алуда. Сіздің мектепте болсаңыз, меңгеруіңіз бизнесті қолдайды дегеніңіз маған ұнады. Біздің студенттер Қазақстанда және бұл олардың мектебі арқылы ұсынылатын курстардың бірі. Келесі талқылаған тақырыбымыз тәжірибелі кәсіпкерлерден менторлық алу үшін осындай ортаға ену. Сіз коворкинг кеңістігін атап өттіңіз, ал Қазақстанда бірнеше коворкинг кеңістіктері бар. Бірақ біздің студенттердің барлығы коворкинг кеңістіктері жоқ аймақтардан шыққан. Бірақ біз әлі талқыламаған нәрсе коворкинг кеңістігіне жету мен қаржыландыруға дейінгі аралықтағы көпір сияқты нәрсе. Жаңа кәсіпкерлер үшін мектептермен байланысты емес, қандай бағдарламалар бар, оларды қалай пайдалануға болады. Және олар алғашқы қаржыландыруды бастамас бұрын осы бағдарламаларда не үйренеді? Жақсы сұрақ. Мен сізбен келісемін. Барлық мектептерде немесе қауымдастықтарда немесе сіздің орналасқан географиялық аймағыңызға байланысты бәрі бірдей бола бермейді. Мысалы, егер сіз Bay Area орталығында болсаңыз, кез келген кафеде жұмыс істесеңіз, онда адамдардың кем дегенде 3-тен 1 немесе 4-тен 1 жаңа қаржыландыру туралы сөйлесіп, кофе ішіп отырып, инвесторларға идеяларын ұсынатынын байқайсыз.
Мен тіпті Нью-Йорк қаласындамын. Әр секторды есепке ала отырып, екінші ірі технологиялық стартап экожүйесі деп айтуға болады. Венчурлық капиталистер барлық жерде жұмыс істеп жатыр. Бұл әлі де Bay Area деңгейінде. Сіз оны айттыңыз, маған сіздің оны айтқаныңыз ұнады. Өткен аптада мен Bay Area'да болдым. Бір менторыммен кофе ішіп отырдым. Біз кафеден шығып бара жатқанда, біреу бізді қуып жетті. Олар, кешіріңіз деді. Біз төлемді ұмыттық деп ойладық. Бірақ олар, мен визиткамды бергім келеді. Сіз AI венчурмен айналысасыз ба деді. Содан кейін олар маған визиткасын берді. Бұл мен көрген ең керемет еңбекқорлық мысалы болды. Тайваньнан көшіп келіп, AI компаниясын бастаған. Мен ағылшын тілінде аз сөйлеймін, бірақ сіз AI және венчурлар дедіңіз. Презентацияңды жібере аламын ба? Нағыз еңбек рухы. Бұл рас, ең маңызды қасиет. Сіз оған визиткаңызды бердіңіз бе? Менде визитка жоқ, бірақ біз LinkedIn арқылы байланыстық. Бірақ мен бұл мысалды сіз айтқан нәрсеге байланысты келтіріп отырмын. Кейбір экожүйелер өте белсенді. Сондықтан сіз бейресми түрде менторлармен білім ресурстары бола алатын адамдармен таныса аласыз. Қазақстанда кәсіпкерлерге немесе Bay Area'да кәсіпкерлік алмасуды жеңілдетуге көмектесетін Silk Innovation Hub бағдарламасы бар. Бірақ бұған дейін инкубаторлар, преакселераторлар, акселератор бағдарламалар туралы сөйлесейік. Студенттеріміз бұл бағдарламаларға қалай қол жеткізе алады? Түсіндім. Маған ұлттық иммигрант негізін қалаушылардың еңбекқорлық оқиғалары ұнайды. Менде осында иммигрант ретінде келген адам ретінде, егер сіз Bay Area'да немесе тіпті Нью-Йорк қаласында болмасаңыз, әртүрлі секторлар үшін басқа технологиялық орталықтар бар екенін айтқым келеді. Егер ондай орталықтарды таба алмасаңыз да, айын қауымдастықтар мен бағдарламаларды зерттесеңіз, таңғаласыз деп ойлаймын. Мен әлі күнге дейін оларды қолданамын. Бұл YC-тің Hack News-ы, солай ма? Онда негізінен ботаниктер мен гиктер көп. Олар бәрін жариялайды. Өздерінің көңілсіздіктерін, жұмыстарын, барлығын. Менің ойымша, бұл Hack News бүкіл телефондық цифрлық әлемдегі ең әдемі қазыналардың бірі. Онда көптеген адамдар өз өнімдерін немесе компанияларын іске қосу сияқты нәрселерді ғана жарияламайды. Дұрыс па? Маркетинг. Көптеген қызықты тақырыптар мен саясатты талқылайды. Олар AI-ды сынайды. Қазіргі уақытта қаншасы бар? Олар аналитикалық тұрғыдан талдап, неге екенін түсіндіреді. Мен мұны айтып отырған себебім ақпарат мұхитында жоғалмаңыз. Өйткені қауымдастық ретінде сіз виртуалды түрде болса да, өзіңізбен бірдей құндылықтар, көзқарастар немесе пікірлерді бөлісетін адамды кездестіре аласыз. Сіз өзіңізді тым пікіршіл деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ үндесесіз. YC қауымдастық құруда және жаңа негізін қалаушыларды оқытуда керемет жұмыс атқарды. Мен ай сайын бірнеше рет, өткен жылы дерлік әр апта сайын Оңтүстік Азия, Оңтүстік Шығыс Азия, Сингапур, Тайвань, Жапония, немесе Шығыс Еуропа, Батыс Еуропа, Франция сияқты жерлерден келген негізін қалаушылардан хаттар алдым. Олар YZ стартап мектебі арқылы стартап туралы көп нәрсе үйренгендерін және ақш-қа компания құру үшін келгісі келетіндерін айтты. Менің ойымша YZ брендті дамытуда керемет арналар құрды. Бірақ сонымен қатар бұл стартапты бастау үшін жақсы ресурс екенін мойындағым келеді. Бірақ мен жас және жаңа кәсіпкерлерге қайта оралғым келеді. Мен физика саласында оқыдым және инженерлік білім алған көптеген құрдастарым бар. Біз әлемді E жығынына MC квадрат сияқты тұрақты деп ойлауға үйрендік. Сіз нәрселерді сынап, нәтижелерді бағалайсыз. Және бұл әдісті сатылым, маркетинг, кадрларды жалдау сияқты рөлдерге қолданасыз. Алғашқы күндерімде мен Growth Hacking 101 және XYZ Things It Works сияқты рецепттерді табуға үйреніп қалдым. Бірақ менің ойымша инвесторлар мен табысты негізін қалаушылар бөлісетін рецепттер немесе түсініктер көбінесе олардың табыс тарихынан алынған немесе бейімделген. Бұл интернеттен керемет рецепт алған сияқты. Сіз Мичиган жұлдызды аспазынан ең жақсы рецепт аласыз. Неліктен мен бірдей тамақ дайындай алмаймын? Бұл стартапқа қатысты.
Мұнда жағдай басқаша болуы мүмкін. Мүмкін мен жергілікті базардан алған ингредиенттер олар қолданғандардан өзгеше шығар, немесе құралдар бірдей емес. Ең маңыздысы техника. Яғни менің дағдыларым, деңгейім, немесе сол рецепттің бір бөлігі болып табылатын. Бірақ табысты компания құрудың құпиясы ретінде ашылмайтын ұсақ түйек немесе жасырын ережелер. Сондықтан алғашқы күндерде көптеген білімді сіңіргенде, кәсіби ойыңыз жарқын болған кезде, оларды қорытып, бірақ бұл білімдер тек сіздің стартапыңызға арналмағанын ескеріңіз. Бұл білімдер көбінесе жалпы сипатта болады, немесе олардың бір бөлігі ғана алынған болуы мүмкін. Маңыздысы негізгі себептерді қайта қарастыру. Неге сіз АБ тестілеуін жасайсыз? Неге осы терминологияларды қолданасыз? Және оларды қазіргі заманға қалай бейімді? Және сіз сұрамас бұрын, менің ойымша бұл менің құрылысқа үңілгенімде ойланған нәрсе. Иә, маған бұл ұнайды. Сіз көп адамдардың кеңестері олардың табысынан алынатынын. Ал өте аз адамдар өздерінің сәтсіздік оқиғаларының себептерін талдайтынын айттыңыз. Мишелен жұлдызды аспазынан алынған рецепт мысалы да солай. Олар мына қадамды жасаңыз, сосын мына қадамды жасаңыз дейді. Және бұл қарапайым көрінеді. Бірақ олар ешқашан мына қадамды жасаңыз, егер ол осылай көрінсе, онда сіз оны дұрыс жасамадыңыз. Бұл неге дұрыс болмауы мүмкін, және оны қалай түзетуге болады. Осылайша келесі қадамға өте аласыз деп айтпайды. Мұндай сенім адамдар сізді танып, өздерінің сәтсіздік оқиғаларының осал тұстарын бөлісуге дайын болғанда ғана қалыптасады. Мен студенттерімізге кетпес бұрын қол жеткізе алатын ресурстарды атап өткеніңізді бағалаймын. Егер олар Қазақстаннан мүлдем кеткісі келмесе, Қазақстанда қалғысы келсе, YC Startup School, Hacker News сияқты көптеген цифрлық ресурстарға қол жеткізе алады. Қазіргі жасанды интеллект дәуірінде сұрақ қою арқылы және қандай сұрақтар қою керектігін білу арқылы көптеген нәрселерге қол жеткізуге болады. Мен инкубаторлар мен акселератор бағдарламаларын атап өткім келеді. Инкубатор бағдарламалары әдетте идеяны дамытуға көмектесетін орындар болып табылады. Сіз идеяны ойластырып, оның компанияға айналу мүмкіндігін зерттейсіз. Ал акселератор бағдарламалары, мысалы YC сияқты, сіздің компанияңыз толықтай дайын болған кезде, яғни аспаздық мысалға қайта оралсақ, идея инкубацияланып, бизнес қандай болуы мүмкін, клиенттеріңіз кім болуы мүмкін екенін анықтаған кезде, бір-екі клиентке ие болған кезде, сіз акселератор бағдарламасына барасыз. Енді мен сізден сұрағым келеді. Көпшілік, мен акселератор бағдарламасына қатыстым, енді қаржыландыру аламын деп ойлайды. Акселератор қаржыландыру көзі емес екенін түсіндірейік. Мен сіздің сұрағыңызға жауап бере отырып, инкубатор әдетте ерте кезеңдегі идеяларды дамытуға арналған айтқым келеді. Бұл сізді бір өмір кезеңнен өткізіп, акселераторға дайындайды. Акселератор шынымен солай ма? Кейде сіз ештеңеден бизнес бастайсыз. Егер акселератор қаржыландыру әкелсе, менің ойымша бұл әрі жоқ, бұл жақсы аналогия. Әсіресе ең үздік мектептерге түсуге ұқсайды. Көптеген адамдар, тіпті менің туысым, қазір колледжге түсті, солай ойлаймын. Көптеген адамдар ең үздік колледжге түсу өміріңіздің тұрақты болуына кепілдік береді деп ойлайды. Орта мектепте немесе осы жағдайларда біз білімге қатты мән береміз. Бірақ көптеген адамдар ең үздік акселератор бағдарламаларына түсуге тырысады. Бұл кәсіпкерлік жолдың шынымен бастамасы ғана. Менің ойымша акселератор мұны жүзеге асырудың ең жақсы жолы. Сізге 3-тен 6 айға дейін негізгі ресурстар мен іргетас беріп, сізді алға жылжытатын нәрселерді ұсынады. Бұл кезеңде негізгі көрсеткіштерді жақсарту және бағдарламаның соңында демо күнге дайын болу үшін көп жұмыс жасалады. Әсіресе ең үздік акселераторлар өте тиімді жұмыс істейді деп ойлаймын. Менің ойымша бұл қаржыландыруға кепілдік бермейді, бірақ бұл сізге көптеген инвесторларға қол жеткізу үшін брендті дамытуға мүмкіндік береді. Сіз өз идеяңызды жетілдіру үшін көп жұмыс істеуіңіз керек, және осының үстіне айтарлықтай прогреске қол жеткізуіңіз қажет. Инвесторлар әдетте демо күндерге қатысып, немесе бағдарламаларды зерттеп, әртүрлі акселератор бағдарламаларымен мықты қарым-қатынас орнатқысы келеді. Олар стартаптарды тіпті демо күндерге дейін бағалай бастайды. Олар сізбен сөйлескенді ұнатады және ең үздіктерді таңдайды. Олар 3 немесе 6 айлық бағдарламаның жартысында
сіздің батыл серіктестеріңізбен немесе жанкүйерлеріңізбен не болмаса қосалқы негізін қалаушыларыңызбен бірге идеядан қаншалықты алға жылжығаныңызды көргісі келеді. Идея мен бірнеше презентация слайдтарынан нақты MVP өнімге дейінгі жетістіктеріңізді бағалайды. Дұрыс. Немесе сатылымдар, ROI. Содан кейін, менің ойымша, ерте кезеңдегі венчурлық капиталистер 3-тен 6 ай ішінде қаншалықты көп жұмыс істей алатыныңызға көп рет мән береді. Бұл таңғаларлық. Ал акселераторға қатысып, 3-тен 16 ай өткен соң, бастапқы MVP-де әлі де анықтап тырысып жатсаңыз, бұл онша әсерлі емес. Олар сіздің бұл туралы алаңдайтыныңызды ойламайды. Бұл кепілдік емес, бірақ жақсы брендті қалыптастырады. Егер сіз XYZ акселератор бағдарламасын бітірсеңіз, немесе оған қатыссаңыз, инвесторлар сізбен сөйлесуге көбірек қызығушылық танытады. Бұл брендке байланысты. Ең үздік мектептерге түскенде де бренд пайда болады. Жұмысқа өтініш бергенде түйіндемеңізді қарап шығу оңайырақ. Бұл жұмыста кепілдік бермейді, бірақ көбірек есіктер ашады. Маған сіздің бұл мысалды келтіргеніңіз ұнайды. Себебі көптеген адамдар акселератор бағдарламаларынан алынатын қаржыландыруды бағдарламаның өзінен келетін қаржы деп ойлайды. Бірақ бұл олай емес екенін ұмытады. Сіз де мен де акселератор бағдарламаларын жүргізу саласында жұмыс істедік. Акселератор бағдарламасына өтініш беріп, қабылдансаңыз, олар біздің бағдарламада компанияңыздың 6-8% үшін 100 мың береміз дейді. Ол $100,000 венчурлық қаржыландыру емес. Бұл сіздің компанияңызды дамыту және кеңейту үшін операциялық шығындарға арналған қаржыландыру емес. Бұл қаржы сіздің назарыңызды 3-тен 6 ай ішінде акселератор бағдарламасымен жұмыс істеуге аударуға мүмкіндік береді. Сіз бұл ақшаны алып, сатылыммен айналысуға жұмсамайсыз. Бұл қаржы белгілі шарттармен беріледі, және оның мақсаты бағдарламаға қатысу логистикасын жеңілдету. Сіз айтқан тағы бір нәрсе, акселераторда болу мектепте оқумен бірдей ме? Жақсы, акселераторға түсу, жақсы мектепке түсу сияқты. Жақсы мектеп сіздің кендемеңізге бренд қосып, ірі корпорацияда жақсы жұмыс табуды жеңілдетеді. Акселератор үшін де дәл солай. Жақсы, акселераторға түскенде сол акселератор туралы білетін инвесторлар оны жоғары бағалайды. Сондықтан олар сізді сол акселераторға қабылданып, оны сәтті аяқтағаныңыз үшін жоғары бағалауы мүмкін. Бірақ мектепте оқу жұмысқа орналасу емес сияқты, акселераторда болуда венчурлық қаржыландыру алу емес. Бұл кепілдік бермейді. Сіз айтқан соңғы нәрсе, оны студенттеріміз үшін қорытындылағым келеді. Акселератор бағдарламасында жылдамдату сөзі өте маңызды. Акселератор бағдарламасы кезінде сіздің өсу қарқыныңыз бен прогрессіңіз адамдардың назарында болады. Олар өзгерісті іздейді. Ол компанияның өсуі сияқты. Мысалы, акселератор бағдарламасының басында сіздің табысыңыз $1000 болса, мүмкін сіз 6 айдан кейін 2000-ға дейін өсуді жалғастыра аласыз. Бірақ бұл мақсат емес. $1000 болса. Егер сіз барлық уақытыңызды жұмсап, олар сізге 100 мың берсе, және сіз стратегияны анықтауға бар күшіңізді салсаңыз, бағдарлама аяқталғанға дейін 20 мың немесе 100 мың деңгейіне жетуіңіз керек, акселератордан барынша пайда алу үшін. Мен акселератор туралы тағы бір слайд қосқым келеді. Біз екеуміз де акселераторда болдық, мен әлі де оны жүргізіп жүрмін. Сонымен қызығушылық танытқан кез келген адаммен сөйлесуге қуаныштымын. Қазіргі заманғы акселераторлар MVP және мақсатты көрсеткіштерге негізделген бағдарламалар. Бұл бағдарламалар негізінен бағдарламалық жасақтама компанияларынан шыққан. Егер сіз биотехнологиялық компания құрып жатсаңыз, 3-тен 6 ай ішінде нақты нәтижеге қол жеткізе алмайсыз деп ойлаймын. Немесе медицина, материалдар, немесе терең технологиялармен жұмыс істейтін кез келген нәрсе. Мұндай жағдайларда дәстүрлі акселератор бағдарламаларына жүгіну керек. Терең технологияларға арналған бағдарламалар R&D үшін көбірек уақытты талап етеді. Себебі сіз физикалық әлеммен жұмыс істейсіз. Мұндай бағдарламалар 6-дан 12 айға созылады, кейде 2 жылға дейін. Олар резиденттік бағдарламаға көбірек ұқсайды. Әртүрлі шейдер бар.
Және қаржыландырудан бөлек бағдарламаның құндылығы туралы айтқаныңыздай, бастапқы қаржыландыру бар, солай ма? Ол бірнеше жыл бұрын 50 мың немесе 100 мың доллардан басталған. Инфляцияға байланысты болуы мүмкін. Бұл сізге 3-тен 6 айға дейін жұмысыңызға көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Сіз негізгі логистика туралы алаңдамай, тәулік бойы жұмыс істеп, инвесторларға дәлелдеу үшін шынайы нәрсе құра аласыз. Бірақ бұл өзгеріп жатыр, солай ма? Қазір акселераторлар мен венчурлық қорлар өз студия акселераторларын іске қосуда. Олар үлес үшін $500 000 чектер жазып жатыр. Олар чектерді бұлттық несиелермен және әртүрлі пакеттермен біріктіруде. Олар ең үздік негізін қалаушыларды бағдарламаларына тартуды көздейді. Бұл әрине бизнестің бір бөлігі. Бірақ бұл енді тек ақшадан тыс нәрселерді ұсынуға бағытталғанын білдіреді. Бұл әсіресе жаңа негізін қалаушылар үшін өте құнды нәрселер бар деп ойлаймын. Венчурлық қорлар өз акселератор бағдарламаларын жүргізіп жатқан бағдарламалардан мысал келтіріңіз. Олар акселератор бағдарламаларынан шығатын тәлімгерлік пен қарым-қатынастарды қамтамасыз етеді. Енді олар үлкен чектер жазып жатыр. Студенттерге қызықты бағдарламалар мен фирмалар қандай? Егер сіз ChatGPT-ге кірсеңіз, көптеген жақсы тізімдерді таба аласыз. YC-ден басқа танымал Textile бағдарламалары және менің бағдарламаларым бар. Сонымен қатар Andreessen және Harvey's Korea сияқты компаниялар да онлайн бағдарламалар жүргізіп жатыр. Олардың барлығы әртүрлі бағдарламаларға ие. Менің ойымша, акселераторлардың кем дегенде 20-30-ы чектер жазып бағдарламалар ұсынады. Артында. Рахмет. Университеттен шыққан студенттер үшін, әсіресе ғылым мен инженерияға бағытталған салаларда, мысалы біз жүргізіп жатқан жасанды интеллект бағдарламасы сияқты Paravisi акселератор бағдарламасын қарастыруға болады. Бағдарламадан кейін $1 миллион чек алуымыз мүмкін. Менлоның Энтропикпен бірлескен бағдарламасы бар. Ол идея кезеңіндегі компаниялар үшін алғашқы қаржыландыруды ұсынады. Қаржыландыруды қамтамасыз ететін көптеген компания бағдарламалары мен фирмалар бар. Сонымен біз қаржыландыру туралы сөйлестік. Сіз достар мен отбасы туралы айтып, періште инвесторлық тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Қаржыландыру түрлерін талқылайық. Оны қашан және қалай тарту керектігін айтпас бұрын. Бұл тақырып маған әрдайым ұнайды және бөлісуді жақсы көремін. Венчурлық қаржыландырудың тарихы бар. Әсіресе ерте кезеңдегі инвестициялар саласы дамып, құрылтайшылардың заңгерлік шығындарға көп уақыт пен капитал жұмсамай, мүмкіндігінше тезірек жұмысқа кірісуін жеңілдету үшін транзакцияларды жеңілдетуге бағытталған. Сонымен қатар инвесторлар келісімді бекітіп, құрылтайшыларға алғашқы күннен бастап көмектесе алады. Ерте кезеңде әдетте алдын ала қаржыландыру немесе періште раундында сіз әдетте 1 миллионнан аз немесе шамамен 1 миллион жинайсыз. Бұл оның құрылымына байланысты. Алдын ала қаржыландыру раунды бұл бірінші раунд. Бұл кезеңде достарыңыз бен отбасыңызды тартасыз. Сіз идеяңызға профессорды да шақырасыз. Инкубаторға кіргенде кейде олар чек жазуы мүмкін, немесе бағдарламаға қатыссаңыз инвестиция жасайды. Ли екеуміз әдетте оларды сейф деп аталатын құрылым немесе формат түрінде ұйымдастыратынымыз туралы сөйлестік. Бұл бірнеше беттен тұратын, қарапайым, стандартталған және салада таралған құжат. Ол бағалау немесе жеңілдік мөлшерін көрсетіп, қол қойып, әрі қарай жылжуға мүмкіндік береді. Бұл ресми түрде үлесті сату емес. Алдын ала қаржыландыру раундында адвокаттар болады. Алаңдамаңыз. Сейф. Алдын ала қаржыландыру раундында қолданылатын жалпы нұсқаулық екенін есте сақтаңыз. Стандартты болған жағдайда оны адвокатсыз қолдануға болады және жүктеп алуға болады. YC веб-сайтынан алынған ең көп таралған нұсқасы бар. Пост қаржы және жеңілдікпен пост қаржы. Тағы бір құжат, конверттелетін ноталар. Бұл менің ойымша сейф түріндегі ноталарға немесе конверттелетін ноталар ұқсас. Бірақ конверттелетін ноталар күрделірек. Бұл конверттелетін қарыздық қаржыландыруға ұқсайды. Онда пайыздық мөлшерлеме бар. Қарапайым түрде айтқанда бұл заңгерлік кеңес емес. Сондықтан менің айтқандарымды тек ой елегінен өткізіңіз. Бірақ мұны инвестор сізге қарыз береді, бірақ кейін оны инвестицияға айналдыру құқығына ие деп түсінуге болады. Бұл негізінен инвестициялық құрал.
сейф әлдеқайда танымал, бірақ егер сіз конверттелетін ноталар алсаңыз, таңғалмаңыз, бұл дәстүрлі түрге көбірек ұқсайды. Оны экожүйе индустриясының кейбір аймақтарында көруге болады. Иә, бұл алдын ала қаржыландыру. Және seed раундта бірнеше миллион жинайсыз. Вау, индустрия өзгеруде. Мен жақында бір компанияның $100 миллион seed раунд қаржыландыруын тартқаны туралы жаңалықты көрдім. Дұрыс. Меніңше seed раунд әдетте бірнеше миллионды құрайды. Бұл бағаланған раунд ретінде құрылымдалады. Сіз инвесторларда артықшылықты акцияларды сатасыз. Содан кейін венчурлы капиталистермен жұмыс істей бастайсыз. Және адвокат шамамен 100 бетке жоқ жабу құжаттарын дайындауға көмектеседі. Сол сәтте процестің қалай жүретінін түсінуге арналған білім дамытасыз. Сіз бұл процесті меңгере аласыз, бірақ оны уайымдамаңыз. Сала 50 жыл бойы дамып келеді. Әр кезеңге қолдау көрсететін мамандар бар. Мақсат құрылтайшының компанияны құруға және сатуға назар аудару. Оған тоқталмас бұрын, сіздің заңгерлер мен тәжірибеңіз туралы бір нәрсені атап өткім келеді. Өйткені сіз заңгер еместігіңізді жиі ескертесіз. Бұл студенттер үшін маңызды, себебі қаржыландыру процесінен өткенде заңгерлермен көп уақыт өткізуге дайын болыңыз. Сізге көп уақыт қажет болады. Жақсы заңгерді таңдау өте маңызды, өйткені ол сізге қандай шарттардың қалыпты екенін және қайсысы қалыпты емес екенін түсіндіре алады. Егер инвесторлар қандай да бір талап қойса, оның мағынасы бар ма? Инвестордың талабын қабылдасаңыз, оның болашақта ықтимал салдарын түсіндіре алады. Біз достармен отбасы раунды туралы, алдын ала қаржыландыру, seed және серия A раундтары туралы аздап сөйлестік. Және осы раундтардың атауларының біртүрлі болып бара жатқанын атап өттіміз. Бұрын алдын ала қаржыландыру раунды $250-500 мың құраса, қазір ол әлдеқайда үлкен болып барады. Бұрын seed раунды 1 миллионнан 2-3 миллионға дейін болса, қазір ол да үлкенірек. Осы аптада біз бұл подкастты жазып жатқанда, Метаның бұрынғы бас AI ғалымы Ян Ликун өзінің алғашқы seed раунды үшін 500 миллион евро жинап жатқанын айтқан жаңалықтар көп. 500 миллион евро. Бұл өте таңғаларлық сома. Бірақ қаржыландыру көздері туралы сөйлесейік. Сіз подкасттың басында белгілі бір деңгейге жетіп, достарыңызбен отбасыңызды, ата-анаңызды қаржыландыруға сендіре аласыз деп айттыңыз. Содан кейін сіз періште инвесторлықпен айналысасыз. Бірақ біз періште инвесторлар мен венчурлық капиталистік институционалдық инвесторлардың айырмашылығы туралы әлі талқылаған жоқпыз. Ата-анаңыз сізді жақсы көргендіктен ақша береді, бірақ періште инвесторларды қалай табасыз? Олар венчурдан қалай ерекшеленеді? Иә, бұл басқа мәселе. Барлығын бөлісуге қуаныштымын. Мен айтқандай, seed раундқа дейінгі періште инвесторлар туралы айтсақ, seed раунд әлдеқайда ресми. Сіз заңгерлермен, салық есептілігімен және ұзақ процестермен жұмыс істейсіз. Ал періште инвесторлар сізге тезірек қолдау көрсетуі мүмкін. Олар сіздің анаңыз, әкеңіз немесе достарыңыз емес, бірақ тек тез әрекет етеді. Кейде жақсы. Періште инвесторлар өмір бойлы серіктестеріңізге айналуы мүмкін, немесе командаңызға қосылып сізбен бірге жұмыс істеуі мүмкін. Олар кеңесші немесе құрылтайшы ретінде қосылуы мүмкін. Мұндай болды. Періште инвесторлықты қайта қарастырайық. Олар әдетте алдын ала қаржыландыру кезеңінде алғашқы чектерінің бірі ретінде белгілі бір соманы бөле алатын жақсы адамдар ретінде көрінеді. Олар көбінесе сізге, сіздің бағытыңызға сенеді және қандайда бір өлшемдерге емес. Періште инвестициялар болған кезде әдетте олар тек компанияның тіркеу құжаттарына бірнеше слайдтарға қарап, соған инвестиция салады. Олар үлкен тәуекелге барады. Өйткені өз қалтасынан инвестиция салады және шектеулі серіктестерге есеп бермейді. Олар тәуекелге еркіндеу әрі сенімді деп ойлаймын. Сіз періште инвесторсыз. Олар неге кепілдік береді? Оларға не көрсету керек? Иә, бұл туралы ойлансам, менің ойымша періште инвесторлық көбінесе адамдарда инвестиция салу туралы. Бұл қаржылық көрсеткіштерге қарағанда маңыздырақ, өйткені табыс жоқ. Құрылтайшылар мүмкін бұлттық несиелерге $5,000 жұмсаған шығар. Періште инвесторлар біреуге сенім артуы керек. Дұрыс. Бұл команда сөзсіз үлкен CRM тартып, келесі ірі компанияларға айналу әлеуетіне ие.
бірақ әлі ашылмаған немесе бағаланбаған жағдайда болуы мүмкін. Олардың сол бағытта даму мүмкіндігі бар. Мысал келтірейін. Менің жеке инвестициялық қызығушылығым немесе бағдарлама үшін болсын. Маған ұнайтын бір нәрсе бар. Мен тәлімгерлікпен көп айналысамын және кейде коучингте жасаймын. Мен университеттерде өтіп жатқан бағдарламаларға қатысып көп уақыт жұмсаймын. Жаңа кәсіпкерлермен немесе стартап туралы ойлайтын адамдармен сөйлескен ұнайды. Бұл мен үшін әлеуетті құрылтайшыны немесе қаржыландыру командасын тарихи тұрғыдан тану үшін маңызды. Ол адам мектепте болуы мүмкін, 1-2 жылда бітіруі мүмкін, бірақ олар идея туралы ойлап жүр. Мен олармен сөйлесіп, «Ей, бұл идея» деп айтамын. Қалған семестріңізді қалай пайдалану керектігін бірге жоспарлайық. Содан кейін, жарты жылдан кейін ол мектептен шығып оқуын бітіреді, немесе компания ашады. Кейін оның нақты идеясы пайда болады, оның командасы болады. MVP іске қосылады, бірақ табысы жоқ және инвесторлар жоқ. Бұл мен үшін жақсы траектория. Мен құрылтайшы командасының адалдығы мен өсуін, яғни біз акселерация деп атайтын процесті көріп отырмын. Ол өз жолын тезірек құрып, 1-2 жыл бұрын ойлаған жүзеге асыра бастайды. Сондықтан ол шын мәнінде үлкен жетістікке жетпей тұрып, мен осындай сәтте инвестиция салуға қызығушылық танытамын. Мен кішкентай чек жазып жатырмын, миллион емес қой. Мен өте кішкентай чек жазып жатырмын, олар енді ғана бастады, және бұл оған акселерация мен импульс құруға көмектеседі. Содан кейін ол періште инвестициясын алады. Ол біраз көбірек жасай алады, көбірек адамдарды тарта алады, сондай-ақ басқа инвесторларды тарта алады. Бұл импульс құру және саяхатты жалғастыру туралы. Менің ойымша бұл маңызды. Мен түсінемін, сіз құрылтайшының әлеуетіне инвестиция салу және оның идеяны әлеуетін акселерациялауын көру туралы айтқаныңызды жоғары бағалаймын. Біздің студенттер үшін бір мысал. Қазақстанның алғашқы жаңа бір мүйізді компаниясы Higgsfield туралы айтқанымыз. Бірақ көптеген адамдар Higgsfield'тың шығу тарихы туралы айтпайды. Higgsfield осы жазба кезінде 2025 жылы жаңа өнімін іске қосып, 9 ай ішінде табысын $200 миллион жеткізді. Олар 2023 жылы бастаған кезде Қазақстандағы супер періште инвестор Рамана CTO-ға $500 мың періште инвестициясын салды. Бұл толығымен Юрзаттың өте танымал және мықты әзірлеуші болғанына және идеяның тартымды болғанына негізделген еді. Бірақ сол кезде ештеңе жасалмаған болатын. Бизнес модельде жоқ еді. Бас директор анықталмаған еді. Бас директор туралы әңгіме талқыланып жатқан. Жеке тұлғаға сену идеясы $500 мың чекпен басталды. Ал қазір компанияның құны $1,3 миллиард жетті. Менің ойымша адамдар Coinbase пен Uber сияқты бір мүйізді компанияларға алғашқы чек жазған періште инвесторлар туралы жаңалықтарды жиі талқылайды. Олардың XYZ мөлшеріндегі қайтарымы адамдарды қызықтырады. Медиа көбінесе бір түнде болған табысты оқиғаларды жақсы көреді. Бинго, ол өте көреген болып, бір түнде инвестиция салды. Бум, бұл бір мүйізді компания, және бұл 100 есе қайтарым. Менің ойымша бұл керемет. Бірақ егер сіз артқа қарасаңыз, бұл 10-15 жыл бұрын болған. Және ол кезде инвесторлар үшін тәуекел өте жоғары болды. Себебі адамдар бұл идеяны ақымақтық деп санауы мүмкін еді. Венчурлық капиталистер бастатқандықтан құрылтайшы періште инвесторға сенген. Мен мұны айтып отырған себебім, періште инвестициясын немесе періште инвесторларды жай кездейсоқ адамдар деп қабылдамаңыз. Олар сіздің досыңыз немесе серіктесіңіз бола алады. Көптеген жақсы періште инвесторлар тәжірибелі құрылысшылар немесе жеке құрылтайшылар болуы мүмкін. Немесе олар жеке инвестиция салатын венчурлық капиталистер болуы мүмкін. Олар ресурстар мен кеңестерді бөліп, сізге әр кезеңнен өтуге көмектесе алады. Менің ойымша, компанияның әр кезеңінде әртүрлі адамдардың және әртүрлі шеберліктердің көмегі қажет. Бұл теорияға қайта ораламыз. Сала жетілдірілді. Негізгі мәселе, сізге жақындап жатқан және байланысуыңыз мүмкін әртүрлі адамдар мен ақпараттар ағынынан өтіп, кіммен жұмыс істеу керектігін анықтау. Содан кейін сіз құрылыс пен сатуға назар аудара аласыз. Бұл әрқашан басты басымдық деп ойлаймын.
сіз айтқан сізге өте ерте тәуекелге барған адамдарды есте сақтау туралы ойыңыз маған қатты ұнады. Мен Бей Эриядағы бір компанияның директорлар кеңесінде мүшемін, және олар $10 миллион жинады. Қазір олардың қаржыландыруы $70 миллион асты. Соңғы раундта директорлар кеңесіне кім кіретіні туралы қиын әңгіме болды. Олар айтты: осы инвестор бізге бірінші күннен бастап сеніп келді. Бұл маңызды нәрсе. Мен мұны өте жоғары бағалаймын. Сіз дұрыс айтасыз. Көптеген адамдар періште инвесторларды тәжірибесіз деп ойлайды. Бірақ бұл мүлдем дұрыс емес. Себебі періште инвесторлар байлықтарын жинаған. Егер олар сіздің компанияңызға инвестиция салса, онда олар құрметке лайық. Өйткені олар бизнесте табысты болу үшін қажетті даналыққа ие. Кішкене сөйлесейік. Мен әңгімені басқа бағытқа бұрғым келеді. Мен уақытты бақылап отырмын. Нағыз кәсіпкерлердің рухында рұқсат сұраудан гөрі кешірім сұрауды жөн көріп, біз жалғастырамыз. Әңгімені институционалдық инвесторларға бұрайық. Енді венчурлық капиталистер туралы сөйлесеміз, және бұл бәрі талқылайтын тақырып. Венчурлық капиталистер венчурлық капиталмен келеді. Дәстүрлі венчурлық капиталистердің ақшасы белгілі бір шарттармен келеді. Бұл туралы қалай қаржы жинау және кеңес алу керектігін талқыламас бұрын мен сізге бір сұрақ қойғым келеді. Институционалдық қаржыны қабылдаудың дұрыс уақыты қашан екенін қалай білуге болады? Мен әрдайым өзіме еске саламын. Қаржыландыруды сізге қажет емес кезде бастау керек. Бұл әрдайым жақсы ереже. Мен мұны VC101 қалай жұмыс істейтінін түсіндіру үшін айтар едім. Олар венчурлық капитал қорларын әртүрлі кезеңдерге қайта құруындайды. Ерте кезең, өсу кезеңі және кеш кезең. Барлығы өздерінің шектеулі серіктестеріне есеп береді. Негізгі мақсат әрине құрылтайшыларға әлемді өзгертуге көмектесу. Бірақ сонымен қатар инвестициядан қайтарым алып, шектеулі серіктестерге қаржылық жауапкершілікпен есеп беру. Бұл әрдайым бизнестің күн тәртібінде болады. Осының байланысты венчурлық капитал ақшасын қабылдағанда, олар әдетте басшылықты алады. Олар көбінесе бақылау мен басқару мүмкіндігін алады. Бұл сандық үлеске байланысты болады. Сіз 10%, 20%, 30% үлесті азайтуыңыз мүмкін. Негізгі инвестор немесе венчурлық капиталист инвестор 5-10% үлесті алуы мүмкін. Бұл олардың компанияңыздағы үлесі артып, шешім қабылдауда ықпалы көбейетінін білдіреді. Олардың күн тәртібі сәл өзгеше болуы мүмкін. Тағы да мұнда ешкім жаман емес, дұрыс па? Бұл жай ғана әртүрлі көзқарас. Мен мұны айтып отырған себебім сұраққа қайта оралу. Мен құрылтайшылар мен кәсіпкерлермен жиі сөйлесемін. Және әрқашан бірінші сұрайтын сұрағым: сіз мұны шағын немесе орта бизнес ретінде құруды қалайсыз ба, әлде венчурлық қолдауға ие стартап ретінде ме? Мұнда айырмашылықтар бар, және олардың көпшілігі жақсы бизнес құруға болатынын түсінбейді. Сіз брондау жүйесінде жасанды интеллектпен басқарылатын мейрамхана ашуыңыз мүмкін. Табысқа жеткенде миллиондаған доллар табуыңыз мүмкін. Венчурлық капиталды қабылдаған кезде уақыт шектеулі болатынын ескеріңіз. Өйткені әдетте венчурлық қорлардың жетілу мерзімі 10 жылды құрайды. Олар әдетте 7-10 жылға дейінгі аралықта толық қайтарымды күтеді. Бұл шығуды білдіреді. Олар IPO мүмкіндігін бақылап, бірігу позициясын қамтамасыз ету үшін процесті қадағалауды қалайды. Олар сізге қысым көрсетуі мүмкін, процесті мұқият бақылап, мәмілелерді ұйымдастыруға көмектесуі мүмкін. Бұл олардың ресурстарына байланысты. Венчурлық капиталистердің мақсаты қор мерзімінде инвестицияны дұрыс пайдаланып, қайтарымды арттыру. Бүгінгі сәт венчурлық капитал ақшасын қабылдаған сәт. Бұл жай ғана достармен ойнап жүрген жағдай емес. Періште инвесторлар әлдеқайда шыдамды. Олар өз қалтасынан инвестиция салады. Олар өз байлықтарын басқа жерден жинап, тәжірибе жинаған. Олар бұл инвестицияны бір түнде табысқа жеткізеді деп күтпейді. Бірақ венчурлық капиталистердің стратегиясы мүлдем басқа. Венчурлық капиталды қабылдаудың ең жақсы уақыты сіз бизнесіңізге сенімді болғанда. Сіз венчурлық қолдауға негізделген бизнес құрып жатырсыз. Бұл дегеніміз, әр жылы сіз әртүрлі жетістіктерге жетіп, 2-3 есе өсесіз. Бұл бірінші. Екіншіден, сіз өз процесіңізді жылдамдату үшін команда мүшелерін, жабдықтарды, чиптерді, бұлттық серверлерді жалдау және нарыққа шығу үшін бюджет жұмсау үшін көп қаржы қажет етесіз. Үлкен көзқарасты жүзеге асыру үшін кішігірім чектермен жұмыс істеу мүмкін емес. Бұл тағы бір мәселені тудыратынын түсінесіз.
Үшінші, сіз біреумен серіктес болуды көздеп отырсыз. Мен айтар едім, венчурлық капитал ақшасы некеге ұқсайды. Болашақта немесе қазір некеге тұрған адамдар сияқты жақсы және жаман жақтары болады. Менің ойымша, сіз сенімді серіктес таба аласыз. Өйткені олар құрылтайшы командадан тыс ірі үлескер болып табылады және сізге ұқсас құндылықтарды ұстанады. Олар желі байланыстарын орнатуға көмектеседі. Мысалы, бұлттық инфрақұрылымды сату бойынша келісімшарт жасасаңыз, бұлттық инфрақұрылымға инвестиция салатын венчурлық капиталист сізге серіктестер, тарату арналары және клиенттер табуға көмектесе алады. Егер сіз қорғаныс технологиясы немесе энергетика саласында жұмыс істесеңіз, осы секторларға инвестиция салатын венчурлық капиталистерді тарту пайдалы болуы мүмкін. Келісімшарттар сізге реттеулерден өтуге және ұзақ мерзімді келісімшарттар алуға көмектесе алады. Бұл ресурстарды жинауға уақыт пен күш қажет ететін жағдайларда пайдалы. Бұл үлкен құндылықтар. Сондықтан бұл тек ақша қажет деген ойдан тыс нәрсе. Келесі қадамға өту үшін ақша қажет, және оны не үшін қажет екенін нақты білу керек. Мен әңгімені қазір бастаймын. Адамдардың сізге сенім арту үшін уақыт қажет. Біз сіздің әлеуетіңіздің дамуын бақылаудамыз. Барлығы бастауыш мектептен бастайды, солай ма? AX плюс B теңдеуін қарастырғанда B-ге емес A-ға назар аудару керек. Ал A-ны есептеу үшін 2 нүкте және уақыт нүктесі қажет. Қор машинасы ерте бастайды, тіпті C раундынсыз. Мүмкін сіз әлі де алдын ала C кезеңінде боларсыз. Сізге келісімшарт хартиясын іске қосу үшін тағы 3 немесе 6 ай қажет. Мен ғылымды қолданамын. Бұл оларға жинақталғанды өлшеуге мүмкіндік береді. Олар есептеулерін ақылмен жасайды. Маған сіздің қаржыландыруды қашан бастау керектігі туралы сұраққа берген жауабыңыз ұнады. Сіз қаржыландыруды қалай бастау керектігін де біршама қамтыдыңыз. Сіз айтқан бір маңызды нәрсе ақша қажет емес кезде қаржыландыруды бастау. Менің ойымша бұл идеядан туындайды. Егер сізге ақша қажет болса, онда келіссөздерге кіру үшін үмітсіздік элементі пайда болады. Ал үмітсіздік келіссөздер үшін өте нашар жағдай. Сіз дұрыс ойда болмайсыз. Сіз кез келген нәрсені қабылдауға дайын боласыз. Сіз өзіңізге сәйкес келмейтін серіктесті қабылдауыңыз мүмкін. Бұл сіз айтқан неке таңдауына ұқсайды. Институционалдық венчурлық капитал ақшасын қабылдаған кезде сіз тез өсуге дайын болуыңыз керек. Сіз жақын болашақта шығуға дайын болуыңыз керек. Сіз адамдардың о компания жақсы өсіп жатқан еді, олар Series A қаржыландыруды қабылдады, және сол инвесторлар оларды тым тез өсуге итермеледі деген оқиғаларын естисіз. Бұл компанияның құлдырауына әкелді. Венчурлық қаржыландыру оптимизм мен әлеуетті тудырады, бірақ қаржыландыруды бастамас бұрын оның сізге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз деген сақтық қажет. Сіз дұрыс серіктесті таңдауға, венчурлық қаржыландырудың нақты құндылықпен келуіне көз жеткізуге қатысты бірнеше кеңес бердіңіз. Ақшаны ұсынатын инвесторлар қарым-қатынастардан тыс нақты құндылық, негізгі тәжірибе және басқа да білімгермен келуі керек. Қазір біздің студенттер жетілдірілген жасанды интеллектті үйреніп, өздерінің кодтау жобаларын жасап, кәсіпкерліктің негіздерін меңгеріп жатыр. Біз сізді қайта шақырып, қаржыландыруды қалай бастау туралы нақтырақ кеңес беруіңізді сұраймыз. Өйткені сіз біздің студенттерді, сіздің әртүрлі кезеңдердегі шәкірттерімізді көрдіңіз. Олар сізден періште ретінде қаржыландыру алған кезде, сіздің инкубациялық бағдарламаңыздан өтіп, акселератор бағдарламаларына кіруге тырысқан кезде. Акселератор бағдарламаларында болып, алдын ала Seed және Series A раундтарын жинаған кезде, коворкинг кеңістігінде болып, жоспар құрған кезде. Енді сіз жаңа сапарға аттандыңыз, және мен сізбен келесі аптада кездесуді асыға күтемін. Бірақ сіз өзіңіздің жаңа сапарымызды бастадыңыз. Бұл сіздің қайтадан хардтех құрылтайшысы болуыңыз. Сіз осы сапарды біздің студенттер келесі жылдары өтетін жолмен, бірақ басқа тараптан бастайсыз. Егер сізге ыңғайлы болса, мен сізді қайта шақырғым келеді, және осы туралы сөйлесейік. Мен қуана келсем. Мен инвестиция салу жағындамын, бірақ жаңа рөлдерді қосып қайта құрудамын. Мен терең тех компаниясына қосыламын. Бұл мені қазір мұнда үлес қосып жатқан көптеген адамдармен бір қайықта екенімді білдіреді. Мен көп нәрсені көріп жатырмын. Мен қаржыландыруды жинау сапарындамын. Бұл қызықты, сіз үстелді ауыстырып жатырсыз. Мен көптеген нәрселерді байқадым және тағы да қуаныштымын.
Келесі жолы қайта келіп, инвестиция тұрғысынан ғана емес, үстелдің екінші жағынан жаңа көзқараспен бөлісетін нақты нәрсе болар деп үміттенемін. Керемет. Енді бір сұрақ және бір қорытынды ой. Бір тақырып және бір қорытынды сұрақпен ой. Сіз осында келгендердің көпшілігі емес, тіпті барлық бұрынғы спикерлерден ерекшеленетін ортадан шықтыңыз деп ойлаймын. Біз бір-бірімізді білеміз. Өйткені екеуіміз де табысы төмен студенттерге арналған стипендиялық бағдарламаға үміткер болдық. Адамдар кәсіпкерлік туралы сөйлескенде армандарыңызды жүзеге асырыңыз дейді. Кедейліктен шыққан адамдар үшін тәуекелге бару мүмкіндігі кейде болмайды. Өйткені егер сіз тұратын жерді төлей алмасаңыз, жақсы компания құра алмайсыз. Сіз үстіңізге киім немесе дастарханыңызға тамақ сатып ала алмайсыз. Кәсіпкерлікке деген құштарлығыңыз болса, бірақ отбасыңызды тамақтандыру қажеттілігі бар болса, не істеу керек? Бұл өте маңызды сұрақ. Бұл әңгімені аяқтамас бұрын осыны қозғадық. Меніңше, мұнда отырған студенттердің көпшілігінде осы сұрақ бар. Біріншіден, кәсіпкер болу бұл артықшылық. Ерте кезеңде солай ма? Сіз колледжді бітіргенде жұмыс табу немесе отбасы жағдай туралы алаңдамадыңыз? Менің ойымша, сізде бар қауіпсіздік желісі, ол сәтсіздік жағдайында әрекет етуге мүмкіндік береді, артықшылық болып табылады. Бұл сіздің әлеуметтік экономикалық ортаңыздан немесе отбасыңыздың қолдауына келуі мүмкін. Тіпті психологиялық тұрғыдан да сіз білім алу барысында қалыптастырған ойлау жүйеңіз арқылы нәрселерді құра аласыз. Сондықтан өзімді бақытты сезінемін деп ойлаймын. Дұрыс уақытта дұрыс адамдардан, бағдарламалардан немесе ресурстардан қолдап алдым. Бұл маған тәуекелге баруға мүмкіндік беретін қауіпсіздік желісін құруға көмектесті. Бұл ең бастысы. Сондықтан мен сіздің сұрағыңызға қайта ораламын. Құрылтайшы болуды көздейтін студенттерге мүмкін ішкі жағдайлардың, мысалы XYZ әсерінен дәл қазір мұны жүзеге асыру мүмкін емес болуы мүмкін. Менің ойымша, бұл жағдайға кіріспес бұрын бәрін құрбан ету керек дегенді білдірмейді. Бұл өте қауіпті. Мен шыншыл болғым келеді. Біз мұны білеміз. Шамамен 1% компания ғана ақырында табысты нәрсеге айналады. 99 ақында не болды? Сондықтан, мұнда отырған студенттердің көпшілігі ақылды, дарынды. Егер шектеулерге сенімді болмасаңыз, университетті бітірген соң жұмыс істеп, жинау қалыпты жағдай. Мен айтқандай, бағдарламалық қамтамасыз ету компаниясын бастауға кіру шегі төмендеп келеді. Бұрын сервер, бұлттық жүйе және бәрін реттеу керек болса, қазір жеке куәлікпен, несие картасымен демалыс күндері компанияны іске қосуға болады. Мен жай ғана Google доменіне немесе GoDaddy'ге кіріп, домен сатып ала аламын. Google Workspace арқылы электрондық пошта орнатып, веб-сайт жасаушыға кіріп, AI арқылы бастапқы бет жасап, оны байланыстырып, MVP-ді іске қосу үшін код жазып, демалыс күндері нақты нәрсе жасай аламын. Бұрын бұл жарты жыл немесе 3 ай уақыт алатын еді. Сервер сатып алу үшін жинағыңызды көп жұмсаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді. Тағы да, бұлттық жүйелер, жасанды интеллект компаниялары, бұлттық компаниялар сізге сынап көру және қолдану үшін несие береді. Бұл кіру шегін төмендету үшін жақсы нәрсе. Бастапқыда мүмкіндіктер құнын аздап төмендетеді. Бірақ бұл сонымен қатар бәсекелестікті арттырады. Барлығы кіру шегі төмен болғанда, ұқсас нәрселерді көбірек көресіз. Сондықтан, бұл жігеріңізді құлдырату емес, керісінше ынталандыру. Кейде бәрін бірден жасау керек емес. Мен мұны бөліскім келеді. Бұрын ниемен бөліскенмін. Менің ойымша, пандемияға дейінгі ерте мансабымда мен көбірек шытырман жолды таңдауым керек пе, старларға қосылуым керек пе, мұны істеуім керек пе, әлде басқасын істеуім керек пе деген сұрақтар арасында қиналдым. Бір сәтте менің өмір бойы тәлімгерім керемет адам, ол қазір зейнетке шыққан, маған мансапты немесе өмірді бірнеше таңдау ретінде қарастыруды үйретті. Менің ойымша, біз белгілі бір дәрежеде төмен көрсеткіштері бар отбасылық ортадан шыққан адамдар осылай қарайды. Сүзгі. Сіз ең үздік болуға тырысып бар күшіңізді саласыз. Сондықтан сіз өмірді дұрыс ойлау жүйесі ретінде ABC деп үйренесіз.
Осы кезеңде біреуін таңдау керек деп ойлайсыз, бірақ бұл міндетті емес. Сіз XYZ корпорациясында керемет маман бола аласыз. Содан кейін VC-ге қосыласыз, немесе стартап құрылтайшысы бола аласыз. Мен айтқандай керемет рецепт немесе бір түндік оқиғалар. Оқудан шығу, батылдығы табысқа жету тарихын жасайды. Дұрыс. Көптеген жасырын жолдар бар. Олар медиа арқылы жарияланбайды. Сіз олардың ақшаларын қалай алғанын білмейсіз. Сіз ол жерде не болғанын білмейсіз. Медиа жеңілдетуді ұнатады. Керемет аспазшылардың рецепттері бар. Бірақ ол жерде әлі ашылмаған басқа нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан бұл сізді жігерлендірсін. Меніңше, әр жаста басымдықтар әртүрлі болады. 40 жаста компания бастап алыпты. Менің ойымша бұл қалыпты жағдай. Бұл басқа сапар. Бұрын мен 30-ға келдім, инвестициялық бір мүйізім бар деп ойлайтынмын. Мен не істеймін? Осындай алаңдаушылық, мен бір нәрсеге жабысып қаламын ба, әлде басқасына көшемін бе? Бұл пандемияға дейін тәлімгердің айтқан еді. Бұл сіз бірінші не істегіңіз келетінім, содан кейін екіншісін таңдауыңыз. Бұл сұрақтарға жауап береді. Сіздің ресурстары аз, ортадан шыққан адамдар туралы ойыңыз маған қатты ұнады. Мұнда тек қаржылық жағдайды ғана емес, мысалы, сіздің отбасыңызда көп ақша болмаса, ата-анаңыз сізге періште инвестор ретінде, немесе достарымыз бен туыстарымыз арқылы қолдау көрсете алмайтын жағдайларды да айтамын. Немесе сіздің ата-анаңыз кәсіпкерлік жолыңызды қолдамайтын ортадан шыққан болуымыз мүмкін. Әлеуметтік эмоционалдық қысым ресурстары аз адамдарда жиі кездеседі, және біз өмірді A, B немесе C сияқты бірнеше таңдау деп ойлаймыз. Біреуін таңдау керек деп есептейміз, өйткені қарапайымдылық тәуекелді азайтады, ал тәуекел тұрақсыздықты төмендетеді. Біз тұрақтылыққа басымдық береміз. Бірақ сіз айтқандай, адамдар көбінесе бірнеше нәрсені бір уақытта жасайды, ал кейде мұны өмірінің кейінгі кезеңінде жасайды. Мен сіздің сапарыңызға және өзімнің сапарыма қараймын. Және сіз қазір бұрынғыдай емес. Біз алғаш кездескенде 17-18 жастағы аз қамтылған ортадан шыққан, мектептен мектепке өту жолын және оқу ақысын қалай төлеуді білмеген жас бала емессіз. Сіз қазір жақсы жағдайға жеттіңіз. Сіздің мансабыңыз шытырман оқиғаларға толы. Сонымен қатар, сіз қаржылық жағынан жақсырақсыз, және өзіңізді және әлемді жақсырақ түсінесіз. Қазір сіз акселератор бағдарламасын басқарасыз. Ко-инвестициялық кеңістікте жұмыс істейсіз. Періште инвесторсыз, венчурлық жобаларды басқарасыз. Кәсіпкер ретінде жаңа сапарды бастаудасыз. Менің ойымша, біздің студенттер үшін сіз студент немесе корпоративтік қызметкер болудың қажеті жоқ. Сіз бір уақытта студент және кәсіпкер бола аласыз. Өйткені сіз мұны істеуге қабілеттісіз. Себебі сіздің отбасыңыз бен 2 балаңыз жоқ. Сіз корпоративтік жұмыста болып, кешкі уақытта стартап идеяңызды жүзеге асырумен айналыса аласыз. Мен магистратурада оқып жүргенімде PhD бағдарламасында оқыдым. Бұл қиын болды. Сонымен қатар венчурлық салаға кіруді қаладым. Сондықтан кеңесшімен бірге компания құрдым. Кейіннен акселератор бағдарламасын басқардым. Мен есімде, PhD бұл толық уақытты жұмыстан да көп нәрсе, солай ма? Мен PhD бағдарламасын оқып жүріп, осы акселератор бағдарламасын басқардым. Мен еденде ұйықтау деп аталатын нәрсеге үйренгенімді есіме аламын. Бұл сөзбе-сөз еденде ұйықтау дегенді білдіреді. Себебі, біріншіден, бұл менің арқам үшін жақсы болды. Екіншіден, маған кез келген жерде 30 минуттық ұйқыны алуға мүмкіндік берді. Мен тек 3-4 дағдыны білем. Маңызды дағды. Бұл дағды, бұл денеге үлкен салмақ түсіреді. Бірақ бұл қиын болды, менің денем үшін қиын болды. Өйткені апталап 2 сағат ұйықтайтын күндер болды. Бірақ мен мұны өмірімнің сол жасында ғана жасай алдым. Өйткені мен жас едім, денем әлі шаршамаған еді. Және менде уақыттың молдығы, денсаулықтың молдығы, сол кезеңге сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігі, және сол сәтсіздіктен кейін қалпына келіп, басқа нәрсе жасау мүмкіндігі болды. Қазір біздің студенттер жас. Сіздер әлі жассыздар. Мен сіздің 30 жаста болу қарттық емес деп айтқаныңызды білемін. Студенттер осы тәуекелге бара алады. Бірақ бұл өте қиын болады. Мен мұнда тағы бір нәрсе жасай алам ба? Сіз көрсетіп отырған нәрселер сияқты, менің ойымша бұл студенттерге пайдалы болуы мүмкін. Мен жылжымайтын мүлік саласынан шыққан адамдарды көрдім. Олар компания ашқысы келеді. Мен мұны қолдаймын. Бірақ олар көбінесе AI компаниясын ашқысы келіп, неге екенін сұрағанда, жауап көбінесе
Өйткені AI танымал, немесе AI бәрі сол жерде дегенге саяды. Мен жоқ деп айтпаймын. Бірақ тағы да сол нәрсеге оралады. Менің ойымша, біз бәріміз әртүрлі ортадан шыққанбыз. Адамдық, органикалық, ақыл-ой, психологиялық қабілеттеріміз әртүрлі. Біреу шығармашыл болуы мүмкін, ал біреу аналитикалық тұрғыдан әлсіздеу. Біз біркелкі жақсы адамдар емеспіз, солай ма? Олар бір зауыттан шыққанда емес. Менің ойымша, ең жақсы жол ғылымды қолдау және ғалымдарды көбірек компания құруға ынталандыру. Мұндай жетістіктерге жету үлкен нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ менің ойымша, соңғы 20-30 жылдағы венчурал инвестициялардың үлкен бөлігі адамдарды жарнама көруге немесе жазылымды төлеуді ұмытуға бағытталған. Жазылымнан бас тарту бұл SaaS моделі. Мен мұнда сәл қатал болып отырмын, бірақ бұл интернет құрылымын дамытуға, адамзатқа пайда әкелуге көмектесті. Бірақ біз әлі де қоршаған орта, денсаулық, энергияға әсер ететін ғылыми жетістіктерден артта қалып отырмыз. Дұрыс, терең технологиялық ғылымдар. Менің ойымша ең маңыздысы сіздің кәсіпкерлік сапарыңыз қызығушылықтарыңыз бен қабілеттеріңізге сәйкес болуы керек. Көп нәрсені үйренуге болады, бірақ қызығушылығыңыз бен құштарлығыңызды өзгерту қиын. Егер сіз химик болып, химияға қатысты нәрсе жасағыңыз келсе, бірақ адамдарда сауда жасауға көмектесетін AI бағдарламасын жасағым келеді десеңіз, сіз ақылмен мұны істей аласыз. Бірақ ол қанша уақытқа созылады, мен білмеймін. Стартап қиын, шаршатады. Сіз барлық жерде қиындықтарға тап боласыз. Мен қазір осыны сезініп жүрмін. Бұл дұрыс таңдау ма, жоқ па деген сұрақтар туындайды. Тіпті бізде сатылымдар мен тартымдылық болса да, бұл шешімнің дұрыстығына күмән тудырады. Сыртқы шудан немесе тұрақсыздықтан, өз-өзіңізге деген күмәннен аман қалуға не көмектеседі? Сіз өзіңіз табиғи түрде сәйкес келетін нәрсені табуыңыз керек. Мысалы, мен жұма күні кешке сыртқа шықпаймын, ғылыми мақалалар оқимын. Мен оның жақсы немесе жаман нәрсе екенін білмеймін, бірақ мен бұған қарсы емеспін. Және әлеуметтік желілер арқылы керемет өмірді көрсетуге мұқтаж емеспін. Мен жалғыз болғаныма қарсы емеспін. Осыған байланысты менің ойымша бұл маңызды. Сессияны аяқтамас бұрын соңғыны айтқым келеді. Үлкен рахмет, сіз мүлдем дұрыс айтасыз. Бұл біздің басқа спикерлер айтқан көптеген нәрселерді растайды. Сізді мазалайтын нәрсені табыңыз, оны шешу керек сияқты. Бұл құмарлық, өйткені сіз компанияны тек компания құру үшін жасасаңыз, ол ұзаққа созылмайды. Бұл сізді қиын кезеңдерден өткізуге күш бермейді. Сіз айтқандай, тұрақсыздық кезінде бұл сізді алға жетелемейді. Бұл құмарлық болуы керек. Сізді қиын кезеңдерден өткізуге көмектесетін дұрыс нәрсе екеніне көз жеткізіңіз. Үлкен рахмет, мен сіздің уақытыңызды қатты бағалаймын, біз уақыттан асып кеттік, және сіздің өте бос болғаныңызды білемін. Сонымен қатар Нью-Йоркте таңертең ерте екенін білемін. Соңғы сұрақ, студенттерге қоштасу сөздеріңіз бар ма? Мен айтқандай, мен венчурлық инвестиция саласындамын, және құрылыс жасап жатырмын. Егер сөйлескіңіз келсе, хабарласыңыз. Мен сөйлескенді ұнатамын. Баршаңызға үлкен рахмет. Джей Ли бізге венчурлық экожүйенің бөліктері туралы айтып, қаржыландыруды қалай ойлау керек және кіммен қаржы жинау керектігі туралы кеңестер берді. Болашақта оны шақырып, практикалық кеңестерін тыңдаймыз. Үлкен рахмет. Мен сізді қатты бағалаймын. Келесі аптада кездесіп, жаңа сапарымыз туралы білуді асыға күтемін. Жақсы естіледі, рахмет. Баршаңызға рахмет.